Құрметті ұстаздар қауымы, аса қадірменді ата-аналар және қымбатты оқушылар. Қиындығы мен қызығы мол тағы бір оқу жылы аяқталып отыр. Алда жайдары жарқын жаз, көңілді демалыс, тынымсыз еңбек тоқсаны күтіп тұр. Баршаңызды оқу жылының аяқталуымен, соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қашықтықтан оқыту барысында қолдау көрсеткен барша ата-аналар мен ұстаздар қауымына алғыс білдіремін. Бүгінгі күн біз үшін ерекше күн. Оның ерекшелігі осы мектеп табалдырығын жүрексіне аттаған баш балаларымыз білім алып, қанаттарын қатайтып, бастауыш сыныппен қоштасқалы тұрған оқушыларымыз тарыдай болып кіріп, ақыл-ойлар толысып, оң мен солын танып, жақсы мен жаманды айыра білуді үйренген шәкірттерімізге алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Міне 2019-2020 оқу жылын қорытындылайтын уақыт та жетті. Бұл жылда толағай табыстар мен жетістіктерге толы жыл болды. Шәкірттерім білім тәрбие сусындатып, тәлім-тәрбие беріп, жақсы қасиеттерді бойына сіңіре білген. Адамгершілік рухта бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор екені белгілі. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Оқу жолыны мұғалімдер өздерінің шығармашылығы мен біліктілігін көрсете білді. Бұйрық нөмір 98, 25 мамыр 2020 жыл. Мақтау қағазымен оқушыларды марапаттау туралы. 2020 жылғы 25 мамырдағы мектептің педагогикалық кеңесінің нөмір 6 хаттамасының негізінде және 2019-2020 оқу жылының қорытындысы бойынша жалпы білім беретін мектептердегі пәндер бойынша оқу бағдарламасын үздік меңгергені үшін бұйырамын. Берілген тізім бойынша 1-ші, 8-ші, 10-ші сынып оқушылары мақтау қағазымен марапатталсын. 1-ші А сыныбынан 5 үздік оқушы: Алданова Анет, Амангелдиева Дария, Ашырбек Жанболат, Сағидуллаева Жания, Серикова Сабина. 1-ші Ә сыныбынан 3 үздік оқушы: Омар Азиз, Кенжебекова Меруерт, Самат Нұртас. 1-ші Б сыныбынан 3 үздік оқушы: Айдынов Ерсултан, Асатуллаева Нұрайым, Нұрдуллаева Нұрсипат. 1-ші В сыныбынан 1 үздік оқушы: Қанат Аяжан. 1-ші Г сыныбынан 3 үздік оқушы: Мырзабеков Даниял, Сиезова Айдана, Танатов Нұрсултан. 1-ші Д сыныбынан 2 үздік оқушы: Жеңіс Тамелис, Қаржаубаева Әсем. 2-ші А сыныбынан 7 үздік оқушы: Әбдісамат Аяна, Бердімұратова Аяру, Кендебаева Аружан, Мырзабек Айша, Нұрсултанова Аяжан, Райымбекова Ақнұр, Усербаев Ернұр. 2-ші Ә сыныбынан 6 үздік оқушы: Ақуат Саянұр, Бегайдар Әділет, Дархан Інжу, Нәубет Айкен, Рахатова Іңкар, Толсенова Муслима. 2-ші Б ата-аналар, ұстаздар және оқушылар, әрқашанда мектебіміз алдыңғы қатардан көрініп, білікті де білімді мамандармен тола берсін. Дарынды да талапты оқушыларымыз көбейе берсін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Құрметті ұстаздар, оқушылар, сіздерді бітіріп жатқан оқу жылымен құттықтаймын. Дендерің сау болсын, аспандарың ашық болсын, әрқашанда еңбектерің жемісті болсын. Ұстаздарға мыңда бір алғыс. Осындай біздің балаларымызды, немерелерімізді бәріне білім беріп, осындай дәрежеге жеткізіп жатқандарыңызға зор денсаулық, ашық аспан, отанымыз тыныш болсын. Еңбектеріңіз әрқашанда жемісті болсын. Және мынау келіп тұрған айтымыз құтты болсын. Бәріңізге денсаулық, мол бақыт, еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті 2-ші Ә сыныбының жетекшісі, ата-аналар, оқушылар, сіздерді бүгінгі келіп жеткен соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Елімізде болып жатқан індетке байланысты қашықтықта сабақ өтілді. Соған қарамастан Шырай Ерназарқызына алғысым шексіз. Онлайн сабақты жақсы түсіндіріліп, балаларға жіберіп отырды. Балалар уақытлы сабағын орындап, уақытлы жіберді. Енді осы індеттен аман сау құтылып, келесі сентябрьде балалар өз мектебіне барып,
өз парталарында отырып, өз мұғалімдерімен сабағын өтуіне тілектеспін. Мектебім менің әдемі, классым керемет. Мектебім анам секілді, маған білім береді. Мәңгі бапкерім, парыз біз саған бәріміз, өзіңе деген парызды ақтаймыз талай әлі біз. Мектебім мәңгі бапкерім, қарыз біз саған бәріміз, өзіне деген парызды ақтаймыз талай әлі біз. Сен қайдан келдің? Құрметті ата-аналар және оқушылар, баршаңызға оқу жылының аяқталуымен соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Соңғы 4-ші тоқсан қашықтықтан оқыту біз үшін қиыншылықтары мен қызығы мол болды. Осы орайда барлық оқушылар сабақтарға дер кезінде қатысып, берілген тапсырмаларды уақытында орындауға тырысып отырды. Әрине, бұның барлығы үшін сіздерге алғысым шексіз. Құрметті оқушыларым және ата-аналар, сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, жазғы демалысты ойдағыдай жақсы демалып, көңілді өткізулеріңізге тілектеспін.